Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге ұл болсын. Бүгін өте керемет дәмді осындай алтын түстес шелпек дайындайтын боламыз. Қанша уақыт тұрса да қатып қалмайтын және де ашытқы қосылмайтын шелпектер. Ыдысымызға керек мөлшерде ұнымызды алып, бір жұмыртқамызды және де сары майымызды, одан кейін ас содасын салып, тұз қосылған жылы суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Барлығы бір келкі араласқанша жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін, осылай иі қану үшін бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қоямыз. Енді жарты сағат демалып тұрған қамырымызды алып, теңдей 7 бөлшекке бөлеміз. Барлығын бірдей етіп бөліп шығамыз. Жеті бөлшекке бөлгеннен кейін тағы да 15 минут бетін жауып қойып қоямыз. Одан кейін шетінен алып, нанымызды жайып бастаймыз. Барлығын жайып қойып дайындап қойсаңыздар да болады. Бетін сүлгімен жауып қоямыз. Оған дейін алдын ала табамызға майымызды құйып қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майымызға шелпектерімізді шетінен салып пісіріп аламыз. Алтын түстес етіп пісіріп аламыз екі шетінде. Бір жақ шеті піскеннен кейін екінші шетіне аударып, осылай толықтай сары түске енгенше пісіріп аламыз. Осылай барлық жеті шелпегімізді пісіріп аламыз. Достар, сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып, тіркеліп, менің каналыма қолдау көрсетіп кетіңіздер. Сіздермен болған ұл болсын, астарыңыз дәмді болсын.